Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 3-ші сынып 2-ші сабақ. Бүгінгі сабақта балалар разрядтық қосылғыштардың қосындысы өтеміз. Бірінші есепке назар аударамыз. Шөл далада жауын-шашын аз түскендіктен онда ерекше өсімдіктер өседі. Ондықтары мен бірліктері жоқ 3 таңбалы сандарды тауып оларды жаз. Сонда сен Қазақстанның шөл даласында қандай өсімдіктер өсетінін білетін боласың. Басқа да өсімдіктердің өсу ортасы туралы ақпарат ізде. Бұл жерде балалар ондықтар мен бірліктері жоқ сан 380, 400 тікен, 600 бетеге, 800 жүзген. Екінші есеп. Жүздікті үлкен шаршымен, ондықты кіші шаршымен белгіле. 100 санында неше ондық болса, сонда кіші шаршының суретін сал немесе жапсыр. Үлкен шаршы жүздік, кіші шаршы ондық. 100 санында қанша ондық болса, неше ондық болса, сонша шаршының суреті салынып деді. Мына жерде балалар 10 шаршының суреті салынып тұр. Үшінші есеп. Разряд дегеніміз не? Асында. Разряд бұл сандарды жазудағы цифрдың орны. Әсі. 135 санында 3 разряд бар. Бірінші жүздік, екінші ондық, үшінші бірлік. Яғни 1 жүздік, 3 ондық, 5 бірлік. Бұл санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде көрсетуге болады. 135-тен 1 жүздік қосу 3 ондық қосу 5 бірлік. Тең болады 100 қосу 30 қосу 5. Мына жерде сантиметр түрінде көрсетілген. 135 сантиметр тең болады 1 метр қосу 3 дециметр қосу 5 сантиметр. Төртінші есеп. Түсіндір және есепте. Төртінші есептің асында 500, 600, 5, яғни жүздік, ондық, бірлік берілген. Бұлардың қосындысы 565. 400 бен 50-дің қосындысы 450. 400 бен 5-дің қосындысы 405. 450 мен 5-дің қосындысы 455. 670 пен 70-дің айырмасы 600. 677 мен 7-дің айырмасы 670. 677 мен 600-дің айырмасы 77. Үшінші бағандағы 509 мен 500-дің айырмасы 9. 590 мен 500-дің айырмасы 90. 590 мен 90-ның айырмасы 500. 789 мен 9-ның айырмасы 780. 789 мен 80-ның айырмасы 709. 789 мен 700-дің айырмасы 89. Әсінде жауабын сантиметрмен өрнектедік. 4 метр қосу 5 дециметр 450 сантиметр. Яғни 4 метрде 400 метр сантиметр, 400 сантиметр болады. 5 дециметрде 50 сантиметр болады. Сонда 450 сантиметр болады. 4 метр қосу 5 сантиметр 405 сантиметр. 4 метр 5 дециметр қосу 5 сантиметр тең болады 455 сантиметр. 6 метр 7 дециметр 7 сантиметр азайту 7 сантиметр 670 сантиметр болады. 6 метр 7 дециметр 7 сантиметр азайту 6 метр тең болады 77 сантиметр. 6 метр 7 дециметр азайту 7 дециметр тең болады 60 сантиметр. 7 метр 89 сантиметр азайту 9 сантиметр тең болады 780 сантиметр. 7 метр 8 дециметр 9 сантиметр азайту 8 дециметр тең болады 709 сантиметр. 789 сантиметр азайту 7 метр тең болады 89 сантиметр. Енді балалар 5-ші есеп. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде көрсет.
554 тең 300 қосу 50 қосу 4. 642 тең 600 қосу 40 қосу 2. 438 тең 40 400 қосу 30 қосу 8. 571 тең 500 қосу 70 қосу 1. 634 тең 600 қосу 30 қосу 4. 829 тең 800 қосу 20 қосу 9. Алтыншы есепті шығар дейді. Bir ай бойы ауа райы температурасының көрсеткішін 200 рет, бұлтты күні 400 рет, ал жауын-шашынды 5 рет белгіледі. Ол барлығы қанша мәлімет жинады? Ауа температурасы 200 рет, бұлтты күн 40 рет, жауын-шашын 5 рет. Шешуі 200 қосу 40 қосу 5 тең 245. Сонда барлығы 245 мәлімет жинады. 7-ші есепте сандық сәулесінсіз теңсіздікті таңда, сан сәулесінде оның шешімдерінің жиынын белгіле. Кез келген 5 мәнді жаз дейді. Мына жерде x 550 x-тен артық, x тең 100, 200, 300, 400, 500. 8-ші қима қағаздағы өрнектерді пайдаланып, тура теңдіктер мен теңсіздіктер құрап жаз. 18 мына жерде берілген сандардан құрастырамыз. 18 бөлу 6 тең 12 мен 4-дің бөліндісі. 9 мен 2-ның көбейтіндісі 6 мен 3-ның көбейтіндісі. Яғни екеуінде жауабы 18-18-ден шығады. Тура теңдіктер. 10 мен 2-ның бөліндісі 15 мен 3-ның бөліндісі тура. 18 мен 6-ның бөліндісі 10 мен 2-ның бөліндісі 10 мен 2-ның бөліндісі артық, яғни 5 артық. 9 мен 2-ның көбейтіндісі 7 мен 2-ның көбейтіндісі. 9 мен 2-ның көбейтіндісі 18 артық. 3 мен 7-ның көбейтіндісі 21, 8 мен 4-ның көбейтіндісі 32 артық. 7 мен 2-ның көбейтіндісі 14, 18 мен 2-ның бөліндісі 9, яғни 14 артық. 9 мен 2-ның көбейтіндісі 8 мен 4-ның көбейтіндісі, 8 мен 4-ның көбейтіндісі артық. 15 мен 3-ның бөліндісі 18 мен 2-ның бөліндісі 6, 9 артық. 6 мен 3-ның көбейтіндісі 15 мен 3-ның бөліндісі 6 мен 3-ның көбейтіндісі 18 артық. 9-шы есеп көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте 300 50 килограмм, 3 центнер 50 килограмм, 3 центнер 80 килограмм, 380 килограмм, 300 килограмм, 3 центнер 270 килограмм, 2 центнер 70 килограмм, 2 центнер 9 килограмм, 209 килограмм, 2 центнер тең болады 200 килограммға. 2 центнер 5 килограмм, 205 килограмм, 2 центнер 40 килограмм, 240 килограмм, 1000 килограмм, 1000 центнер. 10-шы есеп 9, 1, 8 цифрларынан тұратын барлық үш таңбалы сандарды құры. Оларды кемір өтімен жаз. 981, 918, 891, 819, 198, 189. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар.